Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін холодец жасаудың екінші түрін көрсететін боламын. Жылқы сирақтарынан. Алдыңғы видеоларымда бар. Сиыр сирақтарынан холодец жасағанмын. Көрсеңіздер болады. Холодец жалпы адамның денсаулығына өте пайдалы. Буын ауруларына, көздің көруіне және иммунитетті көтереді. Көптеген ауруларға пайдалы, витаминдерге бай тағам. Ендеше аптасына 2 мәрте жеп тұруларыңыз қажет. Ең алдымен жүнінен ұйытылып, тазартылып, жуылған аяқтарымызды екіге бөліп, қазанға салып бір қайнатып, суын төгіп тастаймыз. Екінші мәрте жаңадан су құйып, ысыған суымызға сирақтарды салып, қайнаған соң астының отын жай басып, көбігін алып, жай отта 3-4, кейде 5 сағатқа шейін қайнатамыз. Суы тартылғанша қоюланып қайнатуымыз керек. Және де ішіне қара бұрыш салсаңыздар болады, дәмін келтіру үшін. Тұз саласыздар. Сәбізімізді аршып, тазалап, оны да салып пісіреміз. Піскен еттерімізді сүйегінен бәрін ажыратып аламыз да, осылай еттерімізді турап шығамыз. Сәбізімізді де турап аламыз. Және мен сорпаның бетінде шыққан майын бөлек сүзіп алдым. Себебі сорпамыз майлы болып кетсе, холодеціміз қатпай қалуы мүмкін. Сорпамызды сүзіп дайындап қоямыз. Одан кейін туралған еттерімізді сорпамызға салып, ыдысымызды дайындаймыз. Ыдысымыздың астына осылай укроп салсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді үстінен дайын болған сорпамызды құямыз. Осылай бетін тегістеп, жақсылап ыстықтай құятын боламыз. Асты ешқандай да жабыспайды. Сол үшін құя бересіздер. Астына укропта сеппей-ақ. Осылай бір күнге қоясыздар, немесе бір күн қоймай 2-3 сағат суығанша қойсаңыздар болады. Мен түнде жасадым, азанда осылай алдым. Оңай демде алынды, және де әдемі болып қатыпты. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде қалдырыңыздар, жауап беруге тырысамын. Өте дәмді әрі пайдалы тағамымыз дайын. Ас болсын.